Мақсат Рысалин. Қауышу. Қаланың қақ ортасындағы осы бір балалар үйінде Асхат есін білгелі тұрады. Тәрбиеші, күтуші тәтелер мен директор Батырхан ағай да оны жақсы көреді. Өйткені ол басқалардай емес, тіл алғыш, ақылды бала. Қашан болмасын, ересектердің бірімен сөйлесе қалса, ағынан жарылып, ойын ортаға салады. Егер олар әдейі талас тудыратындай кері пікір айтса, оған қызыл кеңірдек болмай, байыппен үлкен адамдарша түсіндіріп беру әдетіне айналған. Сондықтан да осындағылардың көбісі өздері ересек бола тұра, оны жанына жақын дос көреді. Өзі сүйкімді де алғыр, бір айыбы көп ауыратыны. Асхат 9 жаста. Қою қара шашты, аққұба өңді, дөңгелек жүзді бала сабағында 4-5-ке оқиды. Әсіресе математиканы ерекше жақсы көреді. Сыныптастарының ішінде оның алдына түсер жан жоқ. Ойлау қабілеті жүйрік Асхат өскенде конструктор болуды армандайды. Оны қалауына ойын бөлмесіне әкелінген Лего ойыншығы себеп болды. Жаңа келген таныс емес ойыншықтар топтағы балалардың ешқайсысын аса қызықтыра қоймаған. Тек Асхат ғана әрқайсысын бір алып, бір-бірімен байланыстырып отырып, әлден уақытта үйдің, ұшақтың кескіндерін жасағанда, әсіресе ер балалар жан-жағынан қаумалап келіп, бірі бұл не десе, енді бір оны сен қалай жасадың деп таңырқап жатты. Ал енді біреулері, сен бұрын бұл ойыншықты құрастырып көргенсің ғой, әйтпесе қалай тез жасап алдың деп, мұның алғырлығын мойындағысы келмегендігін білдірді. Мұндайда сүйікті тәтейлер ғана: ой, қандай керемет! Қане балалар, Асхат сияқты сендер де өздеріңе ұнайтын бейнелерді Лего ойыншығымен жасай қойыңдаршы. Кім жылдам әрі жақсы жасайтынын байқайық, деп оларды қызықтырып, балалардың қызғанышын басуға тырысқан болатын. Бұдан кішкенелеу кезінде мынадай оқиға болған. Топтағы сабақ туыстық атаулар деген тақырыпта өтті. Міне қызық, Сәуле апайының айтқаны бұрынғы Асхаттың білетінін теріске шығарды. Ол өзі сияқты балалардың барлығы бір жерде өсіп, кейін жан-жаққа тарайды деп ойлайтын. Өзінің терезеден көретін көп қабатты үйлердің барлығы қала үйлер екен. Оларда көп деген жан ұялар тұратын көрінеді. Бұрын естімеген сөзді білуге құштарлық танытқан Асхат, тәтей, Жания деген не деп сұрады. Сонда ұстазы: Жания адамдардың тобы, олар бір-біріне туысқан болып келеді. Жанияның басты мүшелері әке мен шеше, олар сендер сияқты балаларды өмірге әкеледі. Олардың балалары өскен соң өздері ата-ана болады. Сөйтіп бір отбасында немесе жанұяда ата мен әже, әке мен ана және олардың балалары өмір сүреді деген сабақты бір Асхат емес, әншейінде жыбырлап отыратын Ғабиттің өзі тыныш отырып тыңдаған болатын. Балалар да Асхат сияқты ойласа керек, олар бүгінгі білгендері мен өздерінің білетіндерін бір арнаға тоғыта алмай бір шама отырып қалды. Тыныштықты тағы да Асхат бұзды. Апай, айтыңызшы, біз неге жанұяда емеспіз? Ал біздің әке-шешеміз, атамыз бен әжеміз қайда? Сәуленің жүрегі қарс айырылғандай болды. Көздері жәудіреп жауап күтіп отырған бейкүнә балаларды аяп, көзінен жастар шығып кеткен ол, онысын сәбилерге білдірмей сүртіп тастаған еді. Сөйткенде: айналайын, Асхатжан, өмірде түрлі жағдайлар болып жатады. Сондықтан кейбір сендер сияқты балалар үйі деп аталатын осындай үйде өсуіне тура келеді. Ерте ме кеш пе сендерде де жанұя болады, деп одан әрі әлдене айтуға, алдындағы шәкірттерінің жанарларының түскенін көріп, ойларын бөлмей қоймен: қане балалар, бүгінгі білген жанұя туралы ойларыңды жинақтап, алдарыңдағы бояулы қаламдармен сурет салып көріңдерші, деді. Бірақ мұнысының да оларды сергіте қоймағанын білді.
Әдеттегідей бірден қағазға әлденені салуға кіріскендер бола қоймады. Балада болса қатты ой салса керек. Сонда терезеге қарап біраз ойланып отырған Асхат: «Тәтей, сіз менің жанұямды білесіз бе?» деп сұрауы мұң екен. Басқалары да меніңше деген сауалды жаудырған болатын. Бірақ ол ештеңе айта алмады. Сәуле Асхаттың балалар үйіне қалай келгеніне куә еді. Асхатты балалар үйіне 2-3 жас қыз алып келген еді. Осында жұмыс істейтіндердің барлығы оларды көргеннен классика. Жас қыздар қалаға келеді де алданып қалады. Аяғы осымен бітеді. Қайта далаға тастап кетпей алып келген екен. Әйтпесе көбісі қоқыстың арасынан келетін еді ғой, деп біраз әңгіменің басы қайырлап, әркім өздеріне таныс жайды өздеріне жеткізген болатын. Сөйтсе, жағдай тіпті басқаша болған екен. Келгендер балалар үйінің бұрынғы тәрбиеленушілері екен. Мектеп бітіріп, жұмыс істеп жүргендеріне 2 жылда болмапты. Олар кішкентайларынан бірге өскен бірнеше қыз күрделі жөндеумен айналысатын көрінеді. Бірақ оларға жаңа жұмыс нысандарын тауып беретін 30-дар шамасындағы жігіт екен. Ол ақылды әрі аса сұлу болмаса да, сүйкімді Светаны бригадир етіп сайлап, көп шаруаларды сонымен шешіпті. Сөйтіп жүріп, артында іздеушісі жоқ жас қызды қамқорлығын алады. Орысша жалпы тәрбиеде болған қыз да бара-бара сол еркекке оның әрекеттеріне, тіпті жасаған сыйларына үйреніп алады. Оның отбасылы екенін біле тұра, саналы түрде көндігеді. Бірақ көп өтпей аяғының ауыр екенін білгенде, көзінің жасын көл қылып жылаумен болады. Баланы алдыруға бармаймын. Оны анық шештім. Ол жайлы ештеңе айтпай-ақ қойыңдар. Әкесі білмейді. Бірақ айтқан жағдайда да оның әйелі мен ержеткен баласын тастап маған келмейтіні белгілі. Оны туармын. Бірақ үйсіз, әкесі қалай өсіреді екен? Екеуміз де қиналатын шығармыз. Дегенмен, мен балам үшін бәріне де көнемін. Өйткені оның жазығы жоқ. Сондықтан оны алдырмаймын. Және өзімнің көргенімді де көрсетпеймін. Қалай болғанда да, оған шын мәніндегі ана болуым керек. Ақмақтығыммен отбастым екен. Оны мойныммен көтеруім қажет. Света осыған нық бекінеді. Айтуын айтқанмен, қыздың мінез-құлқы күрт өзгереді. Бұрынғы жаймашуақ мінезді, күліп қана жүретін сүйкімді қыздың көзі қашан көрсең жастан құрғамайды. Күлкіні де ұмытады. Құрбы қыздары қанша көңілін ауламақ болғанмен сергей қоятын ол болмайды. Әйтсе де олар: «Светка, әрине, сен балаңды тастамайсың. Оған бізде жол бермес едік. Қазірге дейін қалай күн көрсек, солай өміріміз жалғаса береді. Кішкене ғана бала бізге ауырлық етпейді. Бәріміз бірге тәрбиелеп өсіреміз. Сен ол жағынан уайымдамасаң да болады. Сен жылағанды қоймасаң, балаңа зияның тиеді», деп бірде қатты, бірде еркелете айтқанмен ол бір өзгермейді. Сөйтіп жүргенде қан қысымы көтеріліп, ауруханадан бір-ақ шығады. Жап-жас қыздың бұлайша денсаулығының мазалағанын құрбылары бұрын-соңды көрмеген екен. Өздері де қорқып кетеді. Артында келіп тұрған іздеушілері жоқ деді ме, әлде тентіреген жетім, тағы бір жетімді әкесіз дүниеге әкеледі деді ме, оны дәрігерлер қарағысы келмегендей көрінді бұларға. Әйтеуір жаны аман қалғаны болмаса, Света 3 күнге дейін өз-өзіне келе алмады. Жағдайын білуге барған достары оның ыңырана қиналып, өлі мен тірінің арасында жатқанын ғана көреді. Оның жағдайын дәрігерлерден сұрап білейін десе, абзал жандар бұларды адам екен демейді. Есесіне, елде әкесіз бала көтерген осы ғана ма екен? Сонша не бопты қайғырып? Мына түрімен баласын өлтіреді, не кемсетеді? Дос болсаңдар, соны айтып түсіндіріңдер, деп жөндерін айтпайды. Қыздар жас та болса, қатты уайымдағаннан осындай болды дегені шығар деп ұғады. Бұл басы ғана екен. Томаға тұйық қалыпқа тұрақты өткен Света
Содан былай 1,5-2 ай сайын қан қысымы көтеріліп, ауруханаға түседі де тұрады. 1-2 жұмасыз қалыпты жағдайына түсе алмайтын оның босанатын уақыты жақындағанда халі тіпті қиындап кетеді. Дәрігерлердің арнайы есебінде тұрған оны ертеде болса босандыруға мәжбүр болады. Обалынан не керек? Операция кезінде жас ана көз жұмады. Құрбылары баланың әкесіне айтып, оның мәйітін жерлеуді ұйымдастырады. Бірақ бала туралы әңгіме қозғалмайды. 1 айдай ауруханада болған баланы құрбылары ат қойып, Светаның арманын жүзеге асыру мақсатында өздеріне алғанмен, өмірде алған тәжірибелері жоқ олар шаранаға жағдай жасай алмайды. 10 күннің ішінде 2 рет ауыртып алған соң, әкеліп балалар үйіне тапсырады. Әуелде келіп тұруға сөз бергенмен, 2-3 рет келгеннен кейін олар ат ізін салмай кете берді. Сөйтіп, Асхат Халықұлы осы жердің тұрақты тұрғыны болған еді. Ақылды болғанымен, анасының көп ауырғанынан болар, аяғын ақсап басатын оның да денсаулығы мәз емес. Басым ауырып барады деп, 2 көзі қызарып жатып қалатын әдетін мұндағылардың бәрі біледі. Осылардың барлығы көкірегінде сайрап тұрғанмен, Сәуле тәрбиеші Асхатқа қалай жеткізбек? Сол сияқты әр баланың тарихы бар. Бірақ оларға оның бәрін қалай айтпақ? Қызметтік жауапкершілігінен бұрын олардың жүрегін ауыртуға өзінің де ары бармайды. Сол сабақтан кейін Асхат сияқты ойлап жүрсе керек, басқа балалар да өзгере бастады. Әңгімелері де көбіне осы тақырыпта болатын. Асхатты досым деп есептейтін ересектеу беті секпіл-секпіл Ғабитті. Біздің барлығымыздың әкемізде шешемізде бар, бірақ олар бізді осы үйге тастап кеткен деп түсіндіретін. Оған таң қалған Асхат: неге тастаған? Біз оларға керек емеспіз бе? Деп сұрайтын. Бізді әке шешеміз керексінбеген екен деген ой қалыптастырып үлгерген кейбір балалар тіпті қырсық, қыршаңқы болып алды. Тек Асхат қана өзгермеді. Ол алдан бір жақсылық күтетін. Бір жолы Асхат тауық пен оның балапандары туралы мультфильм көрген. Сонда анасынан адасып қалған балапан анам жоғалып кетті деп іздеп жүреді. Сарауызын біраз жерден қараған анасы оны әзер тапқанда шөже табылдың-ау әйтеуір дейді. Содан кейін Асхатта: анамды іздесем, мен де табатын болармын. Оны қайдан іздесем екен деп ойлайтын. Бұрындары Ғабитға бір әже келіп тұратын. Өзінің айтуынша, ол нағашы әжесі көрінеді. Сен білесің бе? Әжемнің құшақтағаны апайлардың құшақтағанына ұқсамайды, сүйгені де басқа. Шашымнан сипаған, қолы да мақта сияқты жұмсақ. Сол кезде оның жақсы көріп айтқан сөздерін естіп жатып ұйықтағым келетін. Бірақ кетіп қалады ма деп қорқып ұйықтамайтынмын. Мен сол кезде қатты сағынамын деген болатын ол бірде. Әншейінде жыбырлақ бұзықтау Ғабит осыны айтқанда ерекше биязы болып қалатын. Оның әңгімесіне қызыққан Асхат өз әжесін, оның құшақтағанын, сүйгенін, жақсы көріп айтқан сөздерін көз алдына елестеткісі келетін. Бірақ тек осындағы медбикелерден, тәрбиеші тәтелерден басқа ешкімді елестете алмайтын. Келгенде көрген Ғабиттің әжесі бұған қарамайтын сияқты көрінетін. Бірде Ғабит біраздан бері келмей кеткен әжесін іздеу үшін балалар үйінен қашуды жоспарлады. Қасына Асхатты үгіттеп еретін болып келісті. Бұларды көзден таса етпейтін тәрбиешілер ұстап алмас үшін үйдің артқы жағындағы қалың өскен ағаштардың арасынан өтіп биік дуалдан секірулері керек болды. Сол дуалға жақын өскен бір ағашқа өрмелеп дуалға жетсе, арғы жағы қала. Бұлар қаладан өздерінің жақындарын іздемек. Бірінші Асхатты шығарып, артынан өзі өрмелеп бара жатқанда, досы құлап, әрекеттері іске аспай қалды. Жан дауысы шығып жылаған оның дауысын естіп жүгіріп жеткен тәрбиеші тәтелері де әуелде онсыз да сылтып басатын аяғы ауырып қалған болар деп ойлап, демемек болған, сөйтсе сындырып алған екен. Ақыры қалалық ауруханадан дәрігер шақырып аяғына гипс кигізді.
жақыннан бері балдақпен жүруді үйреніп ақырындап жүретін болды. Балалар үйіне сырттан көп адамдар келеді. Ғабит оларды өздерінің балалары жоқ болған соң балап, асырап алуға келгендер деп түсіндіреді. Бүгін келгендер қара торы келген тәмпіш мұрын Мақпал деген қызды алып кетіпті. Оны хабарлағанда Ғабит: ата-аналары да Мақпалға ұқсайды екен, негізі өзінің әке-шешесі болар дегенді де қосып қойды ол. Бұрын сылтып басқанынан қуыстанатын ол енді тіпті өзін мүгедек жан сияқты көретін болған. Сондықтан да сырттан біреулердің мұны басынан сипап, аяп мүсіркеген қаламайтын Асхат Ғабиттің әлгі сөзінен кейін ойланып қалды. Апам мені іздеп келіп таппай кететін шығар деген өз ойынан қорқып, дәлізге қарай балдағымен асыға қозғалғанда құлап қала жаздады. Әйтсе де дабырлап сөйлеп жүрген тәрбиешілер мен Батырхан аға екенін көрген соң орнына келіп отырды. Көңілі түсіп кетті. Оны байқаған Ғабит: сен мамаңды сағындың ба деп сұрады. Мен? Асхат сасқалақтап қалды. Сосын ойына келген мына сөздерді айта салды. Менің апам есімде жоқ. Ол мені туғанда қайтыс болып кетіпті. Егер мен оны ешқашан көрмесем қалай сағынамын? Ал әкемді білмеймін. Мүмкін тірі шығар. Мені іздеп таба алмай жүруі де мүмкін дейді ол. Өзі білмейтін әке-шешесіне еш жамандық жолтқысы келмей. Дейді Ғабит мысқылдап. Тапқысы келсе баяғыда-ақ тауып алар еді ғой. Керегің жоқ болған соң іздемегенде деп салды. Олай болуы мүмкін емес. Асхат әкесін жамандыққа қимады. Бірақ әрі қарай не дерін білмей тағы үнсіз қалды. Сәлден соң ауыр күрсінді де балдағының көмегімен тәрбиеші апай тұрған жаққа беттеді. Салтанат апайының қасында бойшаң келген әдеміше бір әйел тұр. Ол іштей: менің анам емес пе екен деп ойлап үлгерді. Асхатжан, апаң сені көп іздеп енді ғана тауыпты дейтіндей көрінді. Бірақ олай болмады. Ол ойындағысы болмаса да сыр бермеді. Өзіне ұнайтын әдемі, көңілді адамдардың жанында бір мезгіл тұруды қалады. Ол балалар үйіне келіп тұратын әйелдерді екі топқа бөлетін. Біріншілері тек қана бөтен апайлар, екіншілері бөтен мамалар. Бөтен мамалар деп отырғаны бала асырап алуға келгендер. Асхаттың байқағаны, көбіне осындай келушілер басы аяғы бүтін, дені сау балаларды таңдайтыны. Кімді алуға шешім қабылдамас бұрын балалармен ойнап, сөйлесіп жатады. Көбісіне Асхат ұнағанмен, оның аяғының ақсақтығын көргенде оған қимай қарап, басынан сипайды да басқаларын қалап жатады. Осы үйреншікті көріністі басынан көп кешкен ол соңғы кезде әлденені сылтауратып бөлмесінен шықпайтын да болған. Сырттан келгендердің көзіне түспеуге тырысады. Ал бүгін басқаша. Жалғасы бар.